Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. 2021 жылғы бір ел бір кітап акциясы аясында тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап рухани-мәдени шара бойынша Иран ғайыптың Қорқыттың көрі дастанына онлайн әңгімені назарларыңызға ұсынамыз. Ақын драматург Иранбек Әбітайұлы Оразбаев 1947 жылы Қызылорда облысы Сырдария ауданында туған. 1970 жылы Қазақ политехникалық институтын, 1980 жылы Мәскеудегі Әдебиет институты жанындағы жоғары әдеби курсты бітірген. Ақынның алғашқы «Жүрек жырлайды» жинағы 1974 жылы жарық көрді. Кейін «Тың құрбаны», «Хайуандық комедия», «Күшігінен таланған», «Мен ішпеген у бар ма», «Жамбылдың қызыл жолбарысы», «Алтын ажал» тағы басқа дастандары жазылып, қазақ халқының драмалық поэзия қорына асыл қазына болып қосылды. Елімізде тұңғыш рет өткен жазба ақындар жыр мүшәйрасының бас жүлдегері. 2002 жылы «Қорқыттың көрі» атты жыр кітабы үшін Қазақстан Республикалық мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. «Қорқыттың көрі» Қорқыт бабамыздың запырандай ащы аңыз өміріне, сол уақыттың шындығына арнап қойылған сахналық тұжырым. Дастан ел аузында кең таралып, халық жадында көне дәуірлерден жатталып келе жатқан мифтік сюжетке негізделе жазылған. Ерекше поэтикалық стильде берілген туынды шұбырынды ұйқаста өрілген. Бірінші көріністің алғашқы жолы аспан асты, жүрек үсті, ұлы дала, табиғат, Қорқыт деп басталады. Басты суреттелген бейнелер де осы. Қорқыт абыздың күрделі, тылсым болмысын танытқан мифопоэтикалық астары терең туынды. Дастан 2001 жылы жеке кітап болып шыққан. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры литвалық режиссер Вайкустың жетекшілігімен Иран ғайыптың осы дастанын көпшілікке ұсынып сахналады.